Мен Қазақстанды аралап жүрмін. Бүгін менің жолым табиғатқа қамқор балаларға түсті. Таза Қазақстан! Таза Қазақстан! Қоршаған ортаны бірге қорғайық! Таза Қазақстан! Таза Қазақстан! Қоршаған ортаны бірге қорғайық! Сәлем шапағат, біз экологиялық акцияға дайындалып жатырмыз. Таза Қазақстан деген ұлттық акция бар. Біз ауданымызды қоқыстан тазалап, табиғатты қорғап жүрміз. Мұны әдемі жерді қоқыс бүлдіріпті ғой. Біз осы жерді тазаламақпыз. Сен бізге көмектесесің бе? Онда мен сендермен біргемін. Табиғатты бірге қорғайық. Қоқысты сұрыптау маңызды. Әйнек қайта өңделеді, пластик қайтадан жаңа затқа айналады. Ең бастысы табиғатқа қоқыс тастамау. Әрқайсымыз таза ұстауымыз керек. Таза Қазақстан! Бірақ кейде адамдар қоқыс жәшігіне салмайды. Сол себепті біз әрқашан үлгі болуымыз керек. Тазалық әрқайсымыздан басталады. Қазақстанда қоқысты қайта өңдейтін зауыттар бар. Олар табиғатты сақтайды. Табиғатты қорғау тек тазалық емес, жаңа өмір сыйлау. Мына ағаштар болашақта көлеңке, таза ауа береді. Балалар, сендерге сұрақ. Айта бер, құлағымыз сенде. Ауа таза болу үшін табиғатқа қалай көмектесеміз? Ағаш отырғызамыз. Дәл солай. Ал суды үнемдеу маңызды ма? Білмедік. Суды үнемдеу болашақ үшін өте маңызды. Ал суды қалай үнемдейміз? Біз суды ұқыпты пайдалануға тырысуымыз керек. Мысалы, тісімізді жуғанда кранды жауып қою керек. Біз де үйде суды босқа ағызбаймыз. Ал енді достар, Экоквест ойынын бастаймыз. Кім табиғатты қорғау тапсырмасын бірінші орындайды? Бірінші бөлім дұрыс сұрыпта. Жарайсыңдар, балалар. Енді келесі сұрақ. Егер орманда демалсақ, отты қалай өшіреміз? Сумен немесе топырақпен. Дұрыс. Өрт шықпау үшін әркім жауапты болуы керек. Міне, нағыз экобатырлар осылай әрекет етеді. Табиғатты қорғау көңілді әрі пайдалы іс. Рахмет, балалар. Біз сендермен мақтанамыз. Табиғатты таза ұстау барлығымыздың міндетіміз. Тазалық өзімізден басталады.
сен де табиғатты қорғауға өз үлесіңді қоса аласың.